Түркістанда ең арзан бағада аяқ киім мен жейделер сатылады. Тауардың бағасы 1000 теңгеден әрі аспайды. Тұрғындар үшін қолжетімді бағада саудаланып жатқан тауарлар жайында әріптесім біліп келген еді. Толығырақ келесі сюжетте. 1000 теңге миға қонбайтын, адам сенбейтін баға. Елді таң қалдыратын дүкен Түркістанның кіреберіс Эко базарында орналасқан. 1000 шаршы метр аумақта алып тұрған бұл сауда үйін көбі біле бермейді. Көбісі сенбей елді алдап шақырудың тетігі деп ойлайды. Бірақ ақ-қарасын білуге сауда үйіне бардық. Киімдерін аралап, дүкен иесінен де сұхбат алдық. Манас есімді азамат бар арманым қолдан қымбаттататын кәсіпкерлерге соққы беру дейді. Мен есімім Манас, Алматыдан келдім. Түркістан қаласына келгеніме көп болған жоқ, жаңадан ашылып жатырмыз. Бұйырса, бұл жерде әлі талай киімдер алып келеміз. Түркістан қаласында ең арзан тауар, ең арзан дүние бізде болады. Өш жерге келіңіздер, бүкіл семьяңызбен келіп алыңыздар. Тауардың ешқайсысы киілген емес, бәрі таза, бәрі әдемі тауар, размерлері толық. Материалдар жақсы, болашақта көп деген заттар алып келеміз, киімнен басқа да заттар толтыратын боламыз. Сауда орнында топырлаған адам жоқ, бірақ бірен-саран естіп білгеннен тұрғындар да бар екен. Көбісі сұхбат беруден бас тартты. Себеп те жоқ емес, 1000 теңгелік киім киіп алады деген атақтан қорықса керек. Бірақ сатып алушы студентті сөзге тарттық. Өте арзан, базарда бұл баға жоқ қазір. Тұрамолға барсаңыз да, Ханшайымға барсаңыз да, бағасы аспан күшіп кеткен. Шамамен сондай. Қарайлас, мынау Эко базар жақтан жаңадан ашылып та, бағалар өте ыңғайлы, киімдер де сапалы екен. Сол жерден киім қарауға келеміз. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, сіз жылына неше теңгеге киім аласыз?